Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ши бауырсақ, кейбір жерлерде ұсақ бауырсақ деп айтады, сондай жасаймыз. Ең алдымен жылы суымызды құямыз, оның үстіне қант пен тұзды салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқа қосамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне күнбағыс майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға ас содасын қосып араластырып, ұнымызды шетінен біртіндеп саламыз. Басында осылай венчикпен араластырып аласыздар, содан кейін барлығынды салып, қолмен иі қанғанша илейсіздер. Илеп болдық, міне жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шықты. 20 минутқа қойып қоясыздар. 20 минут өтті, енді қамырды осылай қолмен жайып шығасыздар. Сосын осылай шетінен бәрін кесіп шығамыз. Барлығын кесіп болдық, енді осылай лағман созған сияқты барлығын осылай істеп шығасыздар. Енді осылай шетінен ұсақтап, ши бауырсағымызды кесіп шығамыз. Көлемі осындай болады. Міне барлығын осылай кесіп шығасыздар. Енді қатты қызып тұрған отта ши бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Ши бауырсақтарымыз осылай қызарғаннан кейін майын сорғытып, бір ыдысқа салып аласыздар. Шамамен 2-3 минутта піседі. Міне біздің ши бауырсақтарымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер.